Сәлеметсіздер ме, 9 сынып оқушылары? Бүгінгі видеомызда информатика пәнінен 2-ші тоқсанға арналған деректер базасы бөлімі бойынша жұмысын орындаймыз. Бірінші тапсырма. Түсініктер мен анықтамалардың арасында сәйкестікті орнатыңыз. Өріс дегеніміз берілгендермен толтырылған кестенің бағаналары. Жазба дегеніміз берілгендермен толтырылған кестенің жолдары. Ал мәліметтер қорын басқару жүйесі дегеніміз мәліметтер қорын құруға, оны берілімдермен толтыруға, өңдеуге, сақтауға, пайдаланушының сұранысы бойынша информацияны кез келген түрінде алуға арналған жүйелі программалау жүйелері. Келесі 2-ші тапсырма. 5А сыныбының оқушысы Боранбаева Айжан қаңтардың 1 күні 2009 жылы Алматы қаласы Абылайхан көшесінде 20 үй 55 пәтерде тұрады. ЖСН 09 01 01 80 03 95. А тапсырмасы. Деректер қорының өрістерін көрсетіңіз және оқушының мәліметтерін кестеге енгізіңіз. Бірінші, деректер қорының өрістерін көрсетуіміз керек. Сосын оқушының осы мәліметтерін Excel кестеге енгіземіз. Деректер қорының өрістері: сыныбы, аты жөні, туған күні, айы, жылы, мекен жайы, ЖСН. Енді осы берілген деректер бойынша Excel кестені толтырамыз. Келесі Б тапсырмасы. Құрастырылған деректер қорында кілттік өріс ретінде қай өрісті ұсынуға болады? Бұл жерде кілттік өріс ретінде ЖСН өрісін ұсынуға болады. Себебі ЖСН қайталанбайды, әр адамның ЖСН әртүрлі болады. 3-ші тапсырма. Төмендегі кестеде өнімдер мәлімет қорының фрагменті көрсетілген. Төмендегі сұрыптау шартын қанағаттандыратын өнімді атаңыз. Сұрыптау шарты: бағасы 1 кг 160-тан жоғары және саны 20-ға тең немесе одан жоғары болу керек. Сонда осы сұрыптау шарттарын қанағаттандыратын ет өнімі. Себебі ол 2 шартты да орындап тұр. 4-ші тапсырма. Төмендегі кестеде өнімдер мәлімет қорының фрагменті көрсетілген. Осы мәлімет қорында ет немесе май өнімдері бойынша сүзгілеу шартын көрсетіңіз. Жауабы: ет және май өнімдерін белгілеп, оқ батырмасын басамыз. Келесі соңғы 5-ші тапсырма. Өнімдер мәлімет қорының кестесінде өнім өрісі бойынша орындалған әрекетті сипаттаңыз. Берілген алғашқы кестеге қарасаңыздар, 1-ші және 2-ші кестелерде өнім өрістері ауысқан. Яғни осыны сипаттауымыз керек. Біріншісі, енгізілген кесте мәліметтері алфавит реті бойынша А әрпінен Я әрпіне дейін сұрыпталу жасалған. Екіншісі, енгізілген кесте мәліметтері алфавит реті бойынша соңынан бастап Я әрпінен А әрпіне дейін сұрыпталу жасалған. Осымен бұл жұмысымыз аяқталды. Бұл жұмыстарыңызға сәттілік. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып кетіңіздер.